Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Әлеуметтік желілердің бірінен оқыған мына оқиғадан алар ғибрат өте мол екен. Тағдырдың тосын сыйы күтпеген жерден барды жоққа, қайыршыны байға, сүйгеніңді сүйкімсізге айналдыруы мүмкін. Тағдырдың тәлкегіне, махаббаттың әлегіне түсіп әп-әдемі арудан айықпас ауруға айналып жатқан қаракөз қыздарымыз да аз емес. Жұма. Абыр-сабыр халық әрлі-берлі өтіп жатыр. Барлығы бір жаққа асығыс. Әркім өз жоспары, өз шаруасымен әлек. Метроға кіре беріс жерде жап-жас қыз қайыр сұрап отыр. Қайыршы қыз өтіп жатқан адамдарды салқын көз қараспен шығарып салуда. Тіпті айналасындағы басқа жандарды байқамайтын да секілді. Өмір тек оның жанынан өтіп кетіп жатқандай. Алдындағы тостағына тиын-тебен тастап жатқандар қатары сирек. Есесіне ұрсатын жандар өте көп секілді. Жап-жас болып қол жаюға ұялмайсың ба? Ең құрығанда ыдыс жуып, әжетхана тазаласаң болады ғой деп таяғын сілкілеп ашуланған қарияға басына шәлісін орай таққан толық келіншек қосыла кетті. Соны айтам, бетімен кеткен жастар. Жұмыс істегілері келмейді. Өзгелер адал еңбекпен ақша тапса, бұлар саусағының ұшын қимылдатпай ақша табуға дәніккен. Ал қайыр сұрап отырған Индира үшін кімнің не айтқаны бәрібір. Неше түрлі жаман сөздерді естуге ары-бері қуғандарына еті үйреніп қалғалы қашан. Мұндайда тек көзін жұмып алып, қиялында пайда болған, ешкім бір-біріне айқайлап ұрсыспайтын, адамдардың барлығы күліп жүретін, жылылықтың лебі есіп тұратын қалада өмір сүруді қалап, армандап кетеді. Оның осы әрекеттің барлығын қолында гүлі бар сымбатты жігіт шеттен үнсіз бақылап тұр. Бұл сымбатты жігіт Кәрім. Ол үшін бүгін ерекше маңызды күн. Кәрім өзінің кездесіп жүрген қызына тосынсы етіп, қалыңдығы болуға ұсыныс жасамақ. Бұл үшін жас жігіт бриллиант көзді Сақина мен алқызыл гүл шоғын сатып алды. Жігіт қатты абыржып, толқып, қалыңдығына айтатын сөздерін күбірлеп қайталаумен тұр. Осылай тұрғанда қыз да келіп жетті. Жігіт қызарақтап, жаттаған сөздерін ұмытып, ойын күбірлеп күмілжіп жеткізді де Сақинаны ұсынды. Абыржыған жігітіне қарап тұрып, кешір, мен отбасын құруға дайын емеспін. Әрі сен менің күйеуім, жан-жарым болса деп армандаған адамым емессің. Енді хабарласпа, тағы да кешір, деді. Қалыңдық қыз бұрылып алып, көпшіліктің арасына сіңіп көрінбей кетті. Есеңгіреген күйде қалған Кәрім басын көтере қарағанда қайыр сұрап тұрған қызбен көзі түйісті. Қайыршы қыз көз алдындағы өтіп жатқан мына көрініске қызыға қарап қалған. Мына қыздың көзі не деген өткір еді? Бұл жігіттің басына келген алғашқы ой болды. Жан-жағына қарағаны мен өз-өзіне келу үшін Кәрім тағы біраз уақыт тұрған орнынан қозғала қоймады. Шамалы тұрған соң метроға қарай аяңдады. Кеудесі босап, жан дүниесінде ештеңе қалмағандай, жаны жабырқаулы еді. Жай аяңдаған ол қайыршы қызға қолындағы гүл шоғы мен бриллиантты Сақинаны ұсынды. Аңырап қарап қалған қызға, алсаңшы, осынша дүниені далаға тастамайын. Ең болмағанда Сақинаны сатып, ақшасын біраз уақыт көре кетерсің, деді. Қайыршы қыз жігіттен көзін алмай қарап тұр. Тек оның беріп жатқан шоқ гүлі мен қымбат Сақинасы үшін емес,
Жігіттің қазіргі жағдайы мен жан дүниесіндегі аласапыранды кезінде өзі де басынан өткізгендіктен оны түсіне қарағаны еді. «Рахмет» деген қайыршы қыздың сырт келбетіне сай келмейтін сыңғырлаған даусына таңырқай қараған жігіт қолындағы заттарын тастап, метроға қарай тезірек басып жүріп кетті. Келесі күні Кәрім метродан шығып, өзінің кеңсесіне қарай аяңдады. Ешқандай көңіл күйі жоқ жігіт, сүйіктісінің ара қатынастарын осылай оңай үзіле салғанына сене алмай, тұңғиыққа батып кеткен. «Қалайсың?» деген сыңғыр дауысты естіген жігіт қайыршы қызды көріп таңданып қалды да, артынша қыздың қолындағы сақинаны көріп еріксіз күлімсіреді. «Сенің сыйлығыңды сатпадым» деген қыз бұл сөзді мақтанышпен айтып тұрғандай, сақина таққан кірлеген жіңішке саусағын көрсетті. «Неге?» деп таңырқады жігіт. «Саған ақша керек емес пе?» «Ақша керек-ақ, бірақ кейбір заттар ақшадан да маңызды. Мысалы, сыйлық», деп байсалды қалжыңсыз жауап берді қайыршы қыз. «Сен кешегі жағдай үшін көңіл күйіңді түсірме. Ондай беті 5 батпан бояумен сәнденген қыздың талайын кездестіресің». Әңгімесі қызық болып кеткен қайыршы қызды Кәрім жандарындағы дәмханаға бірге шай ішуге шақырды. «Қайыршысың деп мені онда кіргізе қоймас» деген қарсылығына қарамастан бірге отыруды ұсынды. Жан-жағына қарап ыңғайсызданған қыз бір кесе ыстық шай мен тәтті күлшенің дәмін татқан соң рахаттана күлімсіреді. Мұндай бой сергітер ыстық шай мен тәтті жемегелі біраз болғандықтан дәмін де ұмыта бастаған екен. Кәрім қызды үнсіз ғана бақылап отыр. Қарап отырып жыртық жамау, кір басқан күртешенің ішіндегі қайыршының қайырымды, жаны жайсаң, зиялы жан екенін түсінді. «Индира, саған жай бір сұрақ қойсам бола ма?» деп ақырын ғана сұраған Кәрім үнсіздікті бұзды. «Менің мына күйге қалай түскенімді сұрағың келіп тұр ма? Өте оңай. Кешегі сенікі секілді табыспаған махаббаттың кесірі. Кезінде қатты ақымақ болған едім. Енді бір нәрсе өзгертуге тым кеш» деген қыз ауыр күрсінді. «Неге кеш? Өміріңді өзгерту үшін еш уақытта кеш болмау керек. Не болғанын айтып берші» деген жігіт қыздың өмір тарихына қызығып кетті. «Жарайды, айтайын. Бұл сен үшін сабақ болсын» деді қайыршы қыз. Көзін алысқа қадаған қыз өзінің өткен өмірінің естелігіне батып кетті. «Мен 17 жасымда бір жігітке өлердей ғашық болдым. Ол менің көңілімді таба білді. Бәрі керемет болатын. Телефонмен оятып, телефонмен ұйықтатып, кездескенде неше түрлі сыйлықтар мен тәтті, ешкім айтпаған сөздерді айтатын. Мен 18-ге толғанда үйленеміз деп айтатын. Барлығы да бізді үйленеді деп ойлайтын. Алайда бәрі де оның келіншегі мені іздеп келгенде күл-талқан болды. Белгілі болғандай жігітімнің заңды келіншегі 3 бірдей кішкентайлары бар болып шықты. Маған тек өзінің у-шуы көп отбасынан шаршағанын басу үшін, уақыт өткізу үшін келеді екен. Мұны естіген мені ешкім де жұбата алмады. Негізі біз анам екеуміз ғана тұратынбыз. Әкемді көрген емеспін. Ата-анам мен кішкентай кезде ажырасып кеткен екен. Анам одан кейін денсаулығына байланысты әрі мені ойлағаннан болар қайта тұрмыс құрмады. Алғашқы махаббатым болғандықтан ба, әлде жүйкем әлсіз болды ма, әйтеуір сол оқиғадан кейін мен қатты күйзеліске түстім. Күйзелістен өз-өзімді жоғалта бастадым. Көп нәрсені ұмытып қалатын болдым. Менің бұл жағдайым өзі ауру анамның жүрегіне салмақ түсірді. Бірақ күнде жүрегін ұстаған күйі мені мәңгілікке тастап кетті. Мұнан кейін мен тіпті жиі есімді жоғалтатын болдым. Анамның дос қызы
өзімнің құрбыларым келіп қарасып тұрды. Бір күні пәтерден шықтым да басқа қалаға қатынайтын автобусқа отырып, туған қаламды тастап кете бардым. Ары қарай көп жерлер есімде жоқ. Біраз уақыт бір аудандық ауруханаға жаттым. Кейін ол жердегілер жүйке жүйесі ауруханасына жіберді. Есім бірте-бірте жай-жай кіре бастады. Көбіне өмірімнің ең қуанышты шақтары мен сүйіктіммен сөйлескен ең соңғы кез және анамның жай ғана көзін жұмып кете барған сәті ғана көбірек есімде қалыпты. Кешір, сені жұбатуға қандай сөз айтарымды да білмей отырмын. Бір сөзбен айтқанда сенің әрекетің нағыз ақымақтық. Қайдағы бір оңбаған үшін әп-әдемі өміріңнің күл-талқанын шығарып, өміріңді өзгертуге жаңа өмір бастауға талпынбадың ба? Жап-жассың ғой. Өміріңнің соңына дейін қайыр тілеп өтпексің бе? Деді жігіт. Бұл оңай шаруа емес. Әлеуметтік ортаға қайта қосылу өте қиын. Дәл қазіргі уақытта менің ешқандай құжатым жоқ. Айналамдағы адамдар маған қоқыс секілді қарайды. Менің қиялымда бір қайырымды сиқыршы келіп, мені өткен өміріме, бақытты шақтарыма қайта апарса екен деп тілеймін. Жіберген қателіктерім мен ақымақтығымды қайталамас едім. Деген Индираның жанары жасқа толды. Тәтті күлше мен ыстық шайын ішіп болған қыз кетуге жиналды. Шай мен күлше үшін рахмет. Маған жұмыс істеу керек. Ал сақинаңды қайтып ал. Менің жағдайыма бұл өте қымбат, деп саусағынан шешті. Шешпе, мен берген сыйлықты қайта алатын жан емеспін. Таққың келмесе сақтап қоя сал, деді Кәрім. Қайыршы қыз бір қараған күйі дәмханадан шығып орнына кетті. Жігіт болса артынан қараған күйі өз ойларымен болып кетті. Өз өмірінің құндылығы туралы ойлады. Кешегі көңілін қалдырған сүйіктісін есіне алды. Кәрім қанша уақыт бірге жүрсе де, қалыңдығына өзінің жеке фирмасы, мол ақшасы бар екенін айтпаған. Ондағы ойы сүйіктісінің сезімінің шынайылығын тексеру еді. Енді міне тексеріп көрді. Кеңсесінде отырған жігіттің көз алдынан қайыршы қыздың бейнесі кетпеді. Өмірдің бар соққысын қабыл алған талдырмаш денесі мен сыңғырлаған үні, тұңғиық көзі жігітті өзіне тартты да тұрды. Кәрім Индираның қиялындағы қайырымды сиқыршыға айналды. Өмірде неше түрлі оқиғалар кездесіп жатады. Алайда бәрінің бірдей оқиғаның кейіпкері секілді өмірлері жаңа арнаға бұрыла бермесі анық. Сондықтан махаббатпен де, өмір сүруге тікелей әсерін тигізетін ақшамен де абай болып, бастысы адамгершіліктен аттамаған жөн. Құрметті көрермен, видео ұнаған болса лайк басып, төменге пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі шығарылым тек сіздер үшін. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.